Main event керемет болды. Леон жеңіске жетті. Жекпе-жек туралы не айтасыз? Қалай бағалайсыз? Қалай бағалайсың дейсің ба? Мен бұл шайқасты талқылауға да тырыспаймын. Иә, өйткені өте қиын жекпе-жек болды. Октагонда Брюс Баффер төрешілер шешімін айтқанша ештеңе түсіне алмадым. Және ол тейкдауннан жақсы қорғанып клинчтен шығып кетті. Сіздің ойыңызша қалай өнер көрсетті? Кімнің өнері дейсің? Леонның. Иә, мен негізі Османнан күресуді көбірек күткен едім. Тіпті ол күресуге ыңғайланса да, өткен жекпе-жектермен салыстырғанда Леон керемет жұмыс жасады. Колби бұл жекпе-жекті көруге келді. Және шілде айында Леонмен жекпе-жек өткізгісі келетінін айтыпты. Бұл сізді қызықтыра ма, әлде басқа жекпе-жек қарастырасыздар ма? Әзірге білмеймін, бірақ Колби бұл шайқасты сақтандыру үшін бәрін істеді. Салмағында жасады. Сондықтан ол келесі үміткерлікке әбден лайық деп ойлаймын. Демек Леон Колби жекпе-жегі болады ғой? Иә. Онда Белал Мухаммед не істейді? Ол жақсы жеңістер сериясымен келе жатыр ғой. Оның айтуынша Колби жекпе-жектен қашып жүр дейді. Бұл жағдайда Белалдың позициясы қандай болмақ? Белал не істейді дейсің ба? Хантер қайда жүр? Белал кіммен төбелесуші еді, мен ұмытып қалдым. Шафкатпен. Иә. Рахмонов. Бұл жайлы жұмыс жасаймыз. Баршаңызға рахмет. Леон, чемпион болу бөлек, бірақ сол титулды туған жеріңде қорғау қалай екен? Иә, бұл керемет. Әр адамның бала кезіндегі арманы деп ойлаймын. Жекпе-жекке дейін мен өз эрамның басталғанын әрдайым айтып жүрдім. Бұл үшін көп еңбек еттім. Менің жеңілмегеніме 7-8 жыл болыпты. Енді міне белдігімді қорғап алдым. Жанкүйерлеріме шексіз рахмет айтамын. Салмақ өлшеуде немесе пресс-конференцияда болсын, хедшот өлік деп айқайлағандары маған рух берді. Бұл мен үшін абырой. Өткен жекпе-жекте нокаутпен жеңдің, және Камару бұл шайқас алдында жекпе-жекті контрольда ұстаймын деп айтқан еді. Османмен 5 раунд төрешілер шешіміне дейін төбелескенің саған қаншалықты жағымды? Бұл менің өскенімді, дамығанымды білдіреді. Өткен шайқаста дұрыс төбелесе алмадым, бірақ бұл жолы мықты екенімді бәріне дәлелдедім деп ойлаймын. Жаңа ғана Дана Уайт сенің келесі жекпе-жегің Колбимен өтетінін айтты. Бұл туралы не айтасың? Жоқ, мен бұл жекпе-жектің ешқандай мәнісін көріп тұрған жоқпын. Оның төбелеспегеніне 1,5 жыл болыпты. Ешқандай жарақатсыз жай ғана отыр. Бұл дивизионда белсенділік көрсетіп, жиі төбелесіп жүрген жауынгерлер жеткілікті. Менің түсінбейтінім ол жайдан жай ғана келіп белдікке қалай таласады. Сондықтан король менмін. Шешім қабылдауға әбден хақым бар деп ойлаймын. Сен аяқпен көп соққылар жасадың. Басында солай жоспарладың ба, әлде мен дұрыс түсінбедім ба? Иә, мен оның аяғына, бүйіріне көп соққылар жасадым. Өткен жекпе-жектегі хедкик оны мазалайтынын түсіндім. Сондықтан оның аяқтарын, денесін әлсіретіп алып солай тепкім келді. Бірақ Камару өте жақсы дайындалыпты. Құрған жоспары да керемет екен. Леон, Камарумен қарым-қатынастарың қалай? Жекпе-жек алдында қолғап түйістіргенде жоқсыңдар. Раундтар арасында сөйлестіңдер, бірақ сонда да бір сыйластықты байқаған сияқтымыз. Бұл туралы не дейсің? Иә, бұл жай ғана бақталастық. Мен оған әрдайым жақсылық тілеймін. Камару мен арамызда ешқандай конфликт болған емес. Біз тек қана мықтыны анықтадық. Түсінесің бе, біз оның октагондағы сұхбатын тыңдадық. Және онымен келісемін. Сәттілік тілеймін. Бұл өте ауыр спорт, сондықтан оған құрмет көрсетемін. Камару сенімен әлі кездесеміз деді. Бұл мүмкін ба? Қалай ойлайсың? Олай болмайтын шығар. Біз өйткені 3 рет жекпе-жек өткізіп тастадық. Мен өз мансабымды әрі қарай басқаша көргім келеді. Сондықтан менің бағытым басқа жекпе-жек. Егер Масвидаль жеңіске жетсе, сен үшін ұтымды болмақ, дұрыс па? Иә, егер жеңіске жетсе өтінішін қарастырамын. Бірақ менен дұрыстап тұрып, өтініп, жалынып сұраса мүмкіндік беремін. Өткен жеңісіңде анашыңмен және балаңмен сөйлескен керемет сәттеріңе куә болып едік. Бүгін де солай болды ма? Мен анам үшін әлі кішкентай бала сияқтымын. Оған бірден қоңырау шалып қуанышыммен бөлістім. Бірақ бұл жолы жылаған жоқпын. Айтпақшы, олар сол жерде болды, залда отырды. Рахмет.